Биылғы жыл қазақ спорт үшін тарихи жыл болды. Әлемдік аламандар мен құрлықтық додаларда отандастарымыз 50-ге жоқ сенсация жасады. Бірнеше спорт түрінен бұрын соңды болмаған нәтиже тіркеді. Жаттықтырушылардың жалақысы 30%-ға артып, бүкіл ел бойынша 79 спорт нысаны қолданысқа берілді. Жыл аяқталғанша тағы 50-і пайдалануға берілмек. Спорттағы толайым табыс жайлы тілші материалында. Жылан жылы қазақ боксшылар үшін жетістікке толы жыл болды. Саңлақтарымыз байрақты бәсекелерді ел мерейін асырып, даңқымызды аспандатты. Боксшылар 2 әлем чемпионатына қатысып, 22 медаль жеңіп алды. Назым Қызайбай 3 дүркін әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ қыз атанса, тағы 5 боксшымыз 2 дүркін әлем чемпионы болды. Біз үшін өте сәтті болды деп ойлаймын. Ересектер арасында 7 әлем чемпионы шықты бокстан. Енді алдағы жылы көптеген жарыстар бар, Азия ойындары, Азия чемпионаты. Менің ойымша алдағы жылда біздің жігіттер барынша табысты өнер көрсетіп, абыроймен елге алтын медальдармен оралады деген сенімдемін. Атаңызға айналған боксшымыз Геннадий Головкин де тарих жазды. Ресми түрде халықаралық бокс даңқ залына енді. Бұл мәртебеге ие болған алғашқы қазақстандық атанды. Бұдан бөлек World Boxing ұйымына президент болып сайланды. Отандық спортты дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін мемлекет басшысы Triple G-ді бірінші дәрежелі барыс орденімен марапаттады. Геннадий Геннадьевич Головкин бірінші дәрежелі барыс орденімен наградталады. Араға 10 жыл салып қазақстандық клуб УЕФА Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне жолдама алды. Алматылық Қайрат іріктеу кезінде Селтик секілді ұжымдарды артта қалдырды. Бұл да тарих. Жалпы кезеңде Қайрат өз алаңында әлемдік футболдың алпауыты Реалды қабылдады. Қазақстандық футбол сүйер қауым үшін бұл да естен кетпес ойын болды. Бұл да үлкен тәжірибе болған анық. Жанкештіліктің арқасында қақпашы Темірлан Анарбеков бүкіл елдің қаһарманына айналды. Отандасымыз 27 сейф жасады. Олимпиакоспен болған ойында тіпті матч үздігі атанды. Енді Қазақстанды дамытуға үлесімізді қосамыз деген ойдамыз. Любой қазақ игрогі Еуропада ойнаған әрбір ананың, баланың арманы. Шетелге тырысамыз деген ойдамын. Киберспортта да толайым табыс толастаған жоқ. Молодой лақап атымен танымал қазақстандық Данила Голубенко Қытайда өткен Counter-Strike чемпионатының үздік ойыншысы атанды. 20 жастағы киберспортшы командасымен бірге жүлде қоры $1 миллион құрайтын турнирде жеңіске жетті. Ол қазір бразилиялық команда сапында өнер көрсетіп жүр. Алда қазақстандық спортшыларды қысқы олимпиада ойындары күтіп тұр. Қазіргі таңда ұлттық құраманың еншісінде 23 лицензия бар. Оның екеуі мәнерлеп сырғанаудан. Шорт-тректен 9 жолдама бар. Конькимен жүгіру спортынан Қазақстан тағы 12 квота алды. Олимпиадалық лицензиялардың түпкілікті саны қаңтардың соңында. Барлық халықаралық іріктеу жарыстары аяқталғаннан кейін белгілі болады. Ал ақ олимпиада ойындары ақпанның 6 мен 22 аралығында Италияда өтеді. Ғани Мұқашұлы, Динара Абдирова, 7 арна.